Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен осындай нәзік, жұмсақ болып пісетін капкейки дайындайтын боламыз. Ыдысымызға бөлме температурасындағы майымызды салып, оның үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен бір қалыпқа келгенше жақсылап араластыратын боламыз. 3 дана жұмыртқамызды бір-бірден салып, оны да миксердің көмегімен араластырамыз. Достар, құрамына керекті заттардың бәрін описанияға граммына дейін өлшеп жазып қойдым. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сүт құямыз, оның үстіне кукурузный крахмалымызды саламыз. Електен өткізілген ұн менен разрыхлителімізді де салып, жақсылап бір қалыпқа келгенше араластыратын боламыз. Мінекей достар, енді ыдысымызды дайындаймыз. Ыдысымызға толтырмай салып шығатын боламыз. Қызып тұрған 180 градусқа 25-30 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міне достар, өте нәзік, биік, әдемі болып шықты. Өте дәмді болады. Достар, сіздерге де жасауға кеңес берем. Астарыңыз дәмді болсын.